сөйлемейтін бала үшін өте қауіпті болып табылатын 3 әрекет. Есімім Сана Ердәулетқызы, кәсіби дефектолог, нейрологопед маманымын. Балалардың сөйлеу тілін дамытумен айналысамын және осы жайлы ақпараттармен парақшамда бөлісемін. Қызық болса тіркеліп алыңыздар. Бірінші қауіпті зат сөйлемейтін балаға түстерді үйрету. То есть қызыл деп айт, сары деп айт, көк деп айт деп түстерді айтқызу. Ол балаға алфавитті және санауды үйретпейміз. Егер бала 2-ге келіп мүлдем сөйлемесе, 3-ге келіп мүлдем сөйлемесе, бірден оған алфавитті, 10-ға дейін санауды, түстерді үйретпеңіздер. Себебі ол баланың психикалық дамуындағы жалпы сөздерге деген түсінігінің дұрыс қалыптасуына кері әсерін береді. Сіз балаға 10-ға дейін санауға үйреткенімен 5 дегеннің ол 1, 2, 3, 4, 5, яғни 5 единица бар екен, 5 деген сан екен бала түсінбеді және ол оны қолдана алмайды. Алфавитті де түсті де дәл солай. Ал енді нені бірінші үйрету керек балаға? Ең бірінші балаға еліктеу әрекеттерін және еліктеу дыбыстарын үйрету керек. Мысалы, мынау түстері бар пирамидканы қызыл, сары деп айтпаңыздар дедім. Оның орнына бұған еліктеу дыбысын айтып үйретіңіздер. Яғни бұның тук, тук, тук деп салып, яғни мынау зат көк болсын, просто зат қой сөйлей алмай жатқан бала үшін. Зат мынаның ішіне түскенде дауыс шықты, қараңыздар. Осы зат түсті тук, яғни осы затты мен қайталай аламын, тук деген дауыс шықты. Тук дейміз балаға. Зат түсті, тук дейміз, тук. Вот, мына әрекетті бала салды, и ол оны түсінеді. Тук, тук, тук. Все, балаға тек тук, тук, тук дегенді айтып үйретіңіздер. Балам, қарашы, мынау сары балапанды деп, сары балапан қарашы деп көп сөзден айтқызбаңыз. Оның орнына тек қана кря, 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 кря деп үйретіңіз. Балам мынау бір қызық объект екенін, және мынау объект кря, кря, кря дейтінін біліп түсінді, и кря, 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 кря дегенді үйренді. Үшінші, тек қана қарапайым етістіктерді үйретіңіздер. То есть мынау пирамидканың ішінен алып жатырсыздар. Бұны ал, оп, ал мен істеп жатырмын және мен оны міне ал деген осы менің әрекетімнің сипаттамасы екен бала түсінді. Осылай қарапайым заттар арқылы балаға сөйлеуді дұрыс қалыптастырыңыздар. Маңыздысы баланың көп сөйлеуі емес, түсініп өз уақытымен этапымен сөйлеуі. Ақпарат пайдалы болса лайк қойыңыздар, сұрақтарыңыз болса комментарийге жазыңыздар және баласы сөйлемей жатқан таныстарыңызға осы видеоны жіберіп қойыңыздар.